бүгін 25 километр 2,5 сағатта жүгіріп келдік. Аллаға шүкір, 1 сағатта 10 километр, 1 сағатта 10 километр, жарты сағатта 5 километр. Ритм несі бірдей болды да. Мысалға басында 10 километр жүрген кезде 1 сағатта келдік та, келесі 10 километрді мысалға 1,5 сағатқа созып кеткен жоқ та. Бұл деген сөз бастамасынан аяғына дейін бір темпте жүріп келдім да. Бір темпте жүріп келдім. Аллаға шүкір, өте жақсы. Көбісі басында мысалға жақсы бастайды да, аяғы ортасы келген кезде шаршай бастайды. Жылдамдығы, жүгірісі азая бастайды. Сондықтан ритм, ұзақтығы, жүгірістігі бәрі бұзылады, құртылады. Соны жағы айтайын деп отқан, бәрі уақытысымен бір ритмда жүгіріп келдік. Әуелі Алла, оның бәрін беріп отқан. Күш-қуат Алла беріп отыр бәрін. Альхамдулилля. Бүгін 25 километр жүгірдім. Бұны айтайын деп отқан жағы өз-өзімді бір тексердім да, 17-18 километр келген кезде жағында жас кезімде аптасына 50 километр спокойно жүгіретінмін. Среда, воскресенье. Енді қазір жас емеспін ғой, 20 жасар бала емеспін, жасым 38-де. Соңғы мәрте 25 километрді 2022 жылы айттым ғой, ішкі істер қызметкерлері арасында Голландияда, Роттердамда әлем чемпионатына дайындалып отқан кезде жүгіргем. Ол вақытта постоянно сонда жүгіретін. Міне 3 жыл енді ол да уақыт. Бұл кезде 35-те болсам, 38-дем. Сон жағы 25 километр жүгіріп жатырмын. Сон 17-18 километрде уже аяқ уже шаршайды, аяқ істемейді уже. Өкпе вроде нормальный, бірақ аяқ жүрмейді да уже. Уже аяқ тобықтар ауырады, тізе уже, балдырлар уже. Сонда жағы мінез да, ол характер деп айтады осыны. 25 километрге мақсат қойдым ба, сол 25 километрге жету керек. Мысалға 19-20 километрде сынып болды, мәшинеге мен машинені тоқтаңдар, отырам машине, болды жетеді осымен десен, өмірде де сондай бір бекішінді бағындыру үшін жарты жолда сәл что-то не будет получаться, где-то ломаться, и все будешь. Жарты жолда сынып құлай бересің ғой. В ринге, тем более, сен ешкім аямайды сені рингте. Мысалға сен задача қоясың, 12 раунд боксасуға, а сен аласында 5-6 раундтан сынып кете бересің. Сондықтан трудно в учении, легко в бою. Жаттығуда қиын, жарыста оңай болу үшін, сол үшін процесте, практикада еңбек ету керек, сынбау керек. Мақсат қойдың ба? 25, значит 25. Еш нәрсе оңай жоқ. Тебе никто ничего не должен, не обязан, саған ешкім нәрсе бермейді. Тем более рингта сен ешкім басынан сипаламайды. Сен ояқта ұрады, жестко, сені аямайды. Өрде көзі жанып тұрған қасқыр сені жұлып жегісі келеді. Сондықтан будь готов к войне дейді ғой. Будь сам готов, и пусть они будут готовы дейді. Сондықтан иншалла әуелі Алла, ашқы дүниеміздегі. Сол бүгін 25 километрді жүгіріп болдық. Алла берсе иншалла енді Құда қаласа әлі 5 кроссым бар әлі жарысқа. Неге 5 этаптық кроссымыз бар. Одан бөлек қаншама әлі боевой практика, қаншама спаррингтер, қаншама әлі скоростной жұмыстар, қаншама әлі статистика жұмыстар, одан мешокта жұмыс. Ой, одан басқа жетеді. Көп процесс оны айта беретін болсын. Сон бір процесін айтып атқаным ғой әлі жүгірісті. Сосын жағы кросс енді аптасына 30 километр жүгіріп отырам. Это получается среда 15 километр, воскресенье 15 километр. Сонда аптасына 30 километр жүгіріп отырам. 15-15-тен бөлем. И осындай 15-15-тен менде алдында әлі 5 или 6 кросс болады. Құда қаласа әлі 3-4 аптам бар. Сол 3-4 аптамда 5-6 кроссымды осылай аяқтаймын. А бүгін 25 километрді до конца жүгірдім. Ол шыдамдылыққа, өз-өзімді тексеріп, ол мінезге. Сондықтан Алла берсе Құда қаласа жігіттер, спорт бұл тек қана бір-біріне ұрып соғу емес, бұл тек қана тер төгу емес. Бұл неге үйретеді? Ер жігітті, ер мінезге үйретеді, алды қарай ұмтылуды үйретеді, жігітті қасиетке үйретеді. Бұл саған нені үйретеді? Бұл саған үйрететін нәрсе, то, что в жизни ничего легко тебе не дается. Все дается с трудом, маңдай термен, еңбек бәрін жеңбек, еңбекпен, қанмен, адалдығымен бәрі келеді деген мағына. Сондықтан спортта мықты болсаң, өмірде де мықты боласың. Спортта сынбаған адам, спортта сынбаған жігіт, ол өмірде де сынбайды, өмірде де мықты болады. Так что жігіттер, қара көререн спортпен бірге болыңдар.
Мұхит ағайлармен бірге болыңдар. 6 маусым Алматы қаласы, Алматы арена күтемін барлықтарыңды. Мұхит ағай керемет. Көп жылдар бойы сендердің естерінде жүретін шоу жасайды. 6 маусым жеңіс Алладан бізге болу үшін әрекет етіп жатырмыз. Иншалла жеңіс бізден. Бірге болайық. Қара көрейін. Мұхит ағайлармен бірге болыңдар.